7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Ал әңгімені былай бастайық. Жігіттеріңізге қандай подарка сыйладыңыздар? Барлығыңыздың комментарийлеріңізді оқимын, комментарийға ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Біз осылай биылғы 7 мамыр ерекше атап өттік десем болады. Өйткені жігіттер де риза, біз де риза. Осылай біз жігіттерді бірінші киноға шақырдық. Киноны әдемілеп тамашаладық. Біздің барған киномыз хотя бы кинода 2 деген киноға бардық. Өте тамаша, керемет, 10-10 деген баға береміз. Солай не керек, бәріміз шұбырып жүріп, осылай кинодан шыққаннан кейін бәріміз не істейміз деп, әрі қарай екінші сюрпризіміз бар деп, әрі қарай кафеге апарды. Жігіттер мына жерде шошып жатыр, келесі чөт бізден емес па деп, жоқ жүріңдер дедік та, әрі қарай келесі кафеге қарай жол тарттық. Мына жерде біз бір жігітімізбен екеуміз сонымен бәріміз енді кафеге қарай баратқан тұрмыз. Мына жерде түсірген. Әрі қарай солай келдік та, кафеге келіп фри жеуді бастадық. Бәрі мазақ қылып жатыр. Не алып фри бергенсің, детский фри деп, мына жерде фриде әңгіме қылып жатқан тұрмыз ғой. Солай өйтіп келдік та, тадададам деп, осылай носки екеу болмай жинаған жетеу болмас деп носки подарить еттік. Мына жерде бәрі риза, күшті дейді. Конечно, күшті. Бұл деген ұмытылмас подарка ғой. Биылғы носкиімізді де ерекше қылып рамкеге салып бердік. Солай ыстық тамағымыз келіп, шайымызды бәрін ішіп, тойып, әңгіме айтып, күліп, ойнап үйге қарай қайттық.